болсын ұлы күні. Наурыз мерекесі, иә? Қандай мереке? Қандай мереке тойлаймыз? Наурыз мерекесін тойлаймыз, иә? Балалар, наурыз мерекелері құтты болсын. Тыңдаңыздар. Босқа қарап тұрмаңыздар. Наурыз тойы басталды. Көргендер де арманда, көрмегендер де арманда. Қызықтансыз қалмаңыздар дейді. Балалар, қазір наурыз әнін орындаймыз, иә? Өлең айтамыз бәріміз, кәп? Жарайсыңдар балалар. Балалар, қараңдаршы, бізге кім қонаққа келе жатыр? Әже келе жатыр. Қараңдаршы, ұзақтан әже келе жатыр, иә? Наурыз мейрамы құтты болсын балалар. Рахмет. Салт дәстүрді сыйлайық. Наурыз келсе құт келеді дегендей. Халық тойды тойлайды, әсем әнге салады. Балалар, наурыз мейрамы шығыс халықтардың жаңа жылы деп есептеледі. Наурыз мейрамына біздің халқымыз алдын ала дайындалып, есіктің алдын тазалап, маңайды тазалап, үйді тазалап, үйдің ішін аластап, мынандай, міне сендер де жайып қойған екенсіңдер, әдемі дастархан жайып, қазақтың ұлттық тағамдарын қояды екен. Ұлттық тағамдарына не жатады екен балалар? Ет тағамымыз, бес бармақ қояды екенбіз, иә? Бауырсақ пісіреді екенбіз. Ал наурыздың ең басты тағамы наурыз көже пісіріп, дастархан ортасына қояды екенбіз. Барлық ағайын туысқандарымызды, көршілерімізді, дос жарандарымызды есігімізді ашып, дастарханға отырғызып, дәм татырады екенбіз балалар. Халқымыз қыстан аман шықтық деп, көрісіп, бір-біріні құшақтап, осылай наурыз тойын аңсап, күтіп алады екен. Балалар, ал біздің қаламыздың орталығында киіз үйлер тігіліп. Балалар, сендер де наурыз мерекесіне тақпақ, ән, би, ойындарыңды дайындап келдіңдер ме? Иә, дайындадық, иә? Жарайсыңдар балалар. Ал әже, төрлетіңіз, жоғарға шығыңыз, біздің балалардың өнерін тамашалаңыз. Рахмет. Кәні әжені төрге шақырамыз, иә? Балалар, қыздар, кәні әжеге әдемелі билеп берейік, иә? Қыздар, орнымыздан тұрамыз. Тамаша.
жыл қабарер дүниеге сәби келді. Балалар, әже, қараңызшы. Халықтан сүйінші сұрап жүр. Кішкентай нәресте дүниеге келіпті. Кішкентай нәресте дүниеге келгенде қандай қазақтың салт дәстүрі бар? Қазір әже бізге қазақтың салт дәстүрімен таныстырады. Қане балалар? Балалар, өйткені сәби гүл сияқты. Сәбиге көз тиіп қалуы мүмкін. Сондықтан 40 күнге дейін сәбиді тек анасы, әкесі, әжесі, атасы ғана көріп, әлдилеп қолдарына алуы мүмкін. Балалар, ал 40 күннен кейін 40 күнге дейін сәбидің тырнағы алынбайды, шашы алынбайды екен. 40 күннен кейін дастархан жайып, үйге қонақтар келеді екен. Салиқалы, көп немерелі, бір жақсы қонақтың арасынан бір әжені таңдап, 40-нан шығарып беріңіз деп айтады екен. 40 қасық сумен баланы 40-нан шығарып тырнағын айды екен. Міне қараңдар, бесігіміз мінекей ағаштан жасалады екен. Қараңдар балалар, бесігіміз сәбиге әдейі мінекей жұмсақ астына салатын көрпеше, басына салатын мынандай жұмсақ жастықша көпшік мінекей дайындалады екен. Және сәбидің орнын біз аластап тазартады екенбіз. мінекей шырпымен мінекей от жағып алаумен аластайды екенбіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алас. Ала, бізге кім келді қазір? Әже келді. Әже бізге не көрсетті? Бал, кішкентай нәрестені неге бөледі? Бесікке бөледі? Қандай мереке тойлап жатырмыз? Жарайсыңдар, балалар қараңдаршы, тағы қандай қонақтар келіп жатыр бізге? Мен алдармын, сақалымды тартармын. Сақал түгіл мұртым жоқ, шайтанды да алдармын. Сусыз жерде өскенмін, сондықтан мен көсемін. Бүгін сендерде той болып жатыр деп, мен де келіп қалдым балалар, сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсізбе. Қош келдің алдар көсе, Наурыз мерекең құтты болсын. Балалар, қана алдар көсемен ойын ойнаймыз ба? Балалар, қандай мереке болып жатыр қазір сендерде? Қандай күн? Наурыз. Балалар, сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Арқан тартыс ойын ойнайық, иә? Жарайсың. Алды қыз. Ой, Allah'ım. Basıttım. Ay, молодец. болды? Қане көрейік. Бісмілләһ. Жеп көрейік. Қандай керемет, қандай дәмді. Қасың қалай сиқырлы, расында да сиқырлы ма? Өте сиқырлы бай. Керемет, най. Тағы не пісіріледі мына қасық? Бұл қасығым тағы шай пісіріледі. Шай? Иә. Бәйбіше? Ол үшін сүт, қант. Әкел, сүт, қант. Расында да шай қайнатылады ма? Қасығым, әрине шай қайнатылады. Ой, не деген керемет. Қасығым, айнал шай пісір. Ал бала, біздің шайымыз қайнағанша теңге алу деген ойын ойнайық. Теңге алуды ойнайтын болсақ, бірінші атқа мінеміз, иә? Сосын жүгіріп бір теңгені аламыз, келеміз,
себетке саламыз теңгені, сосын айналып жүреміз да артындағы балаға береміз, иә? Ал Байеке, шайымды дайын болып қалды. Қане көрейік. Шайын көрейік. Сиқырлы қасықтың пісірген. Қандай керемет дәмді татты. Расында да осы сиқырлы қасық бар осының бәрін? Ja, расында да менің осы сиқырлы қасығым бәрін пісіріп жатыр. Ой, қандай дәмді. Бәйбіше, тағы не пісір алады? Тағы Көже пісір. Қане бәйбіше, ет әкел, ұн әкел. ет, нан, бәрін Нан әкел. Айына. Сиқырлы қасықтың тағы да бір күшін көрейік. Қасығым, айнал ет пісір. Қасығым, айнал ет пісір. Байеке, енді білесіз, ет кішкене күте тұру керек. Күтуге тура келеді. Пісе қоймайды, иә. Ал балалар, біздің ет тамағымыз піскенше, балалар ұл балдардың күшін сынайтын ойын ойнайға қой көтеру деген. Ал ойын ойнадық. Қой көтеру. Жарайсыздар. Қане көрейік етті, сиқырлы қасықтың пісіргенін. Қандай керемет, қандай тәтті. Маған осы сиқырлы қасығыңды сатшы, сыйлашы. Қойыңыз Байеке, өзіме керек болып қалар. Сыйлашы. Мен де осыдан өзім тамақ істеп көрейін. Жоқ Байеке, өзіме керек. 3 қапшық алтын берейін. Ойланып көрейін. Жоқ, сатыңызшы. Жоқ, сатпаймын. Ойланып көрейін Байеке. Жоқ, маған қажет болып тұр. Қандай керемет, өзі тамақ пісіріп жатыр. Сата қойшы. Ала ғой, міне алтыным. Ал, Келісті. бәйбіше, міне сиқырлы, енді өзіміз пісіріп жейміз. Біз кеттік. Мен алдармын, сақалымды тартармын, сақал түгіл мұртым жоқ. Байды да мен алдадым. Балалар, сиқырлы қасығымды мен 3 қапшық алтынға сатып жүрмін. Енді балалар, менің басқа жаққа кететін жерім бар еді. Сондықтан балалар, өзінермен қоштасқым келіп тұр. Ал, Наурыз мерекелерің құтты болсын. Сау болыңыз. Сау болыңдар балалар. Амансыңдар ма балаларым? Амансыңдар әжем. Балалар, бізде қандай мереке болып жатыр сіздерде? Қандай мереке бізде? Наурыз. Наурыз мерекесі ма?
Қандай жақсы мереке, иә, бізде ол наурыз мерекеміз. Балалар, мен енді әженің қасына барып, отырайын, алыс жолдан келдім мен, не? Рұқсат па? Ал балалар, ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамы қарсаңында атамыздан қане қолымызды жайып бата сұрайық қане. Қанеке, бата берейік, балалар, қолымыз жайымыз. Дастархандарың мол болсын, жемдерің сау болсын, астарың дәмді болсын, ақ мол болсын, наурыз мерекелері құтты болсын. Рахмет сізге. Мерекелер өте көтеріңкі, көңіл күйді, керемет өтті балалар. Сендер ойынды да жақсы ойнайды екенсіңдер. Биді де керемет билейді екенсіңдер. Енді балалар, мен сендерге тағы бір дәстүрді өткізейін деп тұрмын. Шашу осындай салтанатты мерекелерде, наурыз мейрамында біздің халқымыз шашу салтын өткізеді. Мен сендерге шашу шашамын балалар, сендер теріп жинап алыңдар. Наурыз мерекесі